Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін гипофункция және гиперфункция туралы өтетін боламыз. АДГ гормоны, яғни антидиуретикалық гормон, оның басқаша атауы вазопрессиния. Оның атқаратын қызметі денедегі суды сақтау және қан тамырларды тарылту болып табылады. Яғни суды сақтаған кезде ол мына жердегі жинағыш түтікшенің жасушасына әсер етіп, зәрдің құрамындағы суды қайта реабсорбциялайды. Гипофункция және гиперфункция дегеніміз не? Жалпы гипофункция дегеніміз АДГ-ның көп мөлшерде, гиперфункция дегеніміз АДГ-ның көп мөлшерде бөлінуі, ал гипофункция дегеніміз, яғни төмен АДГ-ның мөлшерінің төмендеуі. 1674 жылы Томас Уиллис, яғни диабеттің екі түрін анықтаған. Диабет екі түрлі: қантты және қантсыз диабет. Қантсыз диабет ол бізде инсулин гормонына байланысты, яғни қандағы глюкозаның деңгейін төмендету мақсатында бөлінеді, ал қантсыз диабет ол АДГ-ның мөлшеріне байланысты болады. Яғни АДГ-ның гипофункциясына байланысты. Гипофункция дегеніміз бұл гормон өнімдерінің азаюы немесе толық басылуы салдарынан болуы мүмкін, және бұл біздің перифериялық аймағының қызметінің күрт бәсеңдеуіне алып келеді. Перифериялық дегеніміз, яғни бездің шеткі бөлімі. Қантсыз диабет. Қантсыз диабет кезінде адамда АДГ-ның мөлшері төмен болады да, соның салдарынан ол көп мөлшерде су жоғалтады және ағза сусызданады. Антидиуретикалық гормон мүлдем жетіспеуі мүмкін, соның салдарынан ағза суды көп мөлшерде сыртқа шығарады. Бұл кезде гипофиздің артқы үлесінің әрекетсіздігі мен дабыл қағу жүйесінің бұзылуы туындайды. Яғни гипофиз АДГ-ның бөлінуі туралы сигналды қабылдамайды. Және ол қантсыз диабетпен тек қана ер адамдар ауырады. Яғни аурудың негізгі себебі бұл гипоталамустың зақымдануы, ісік және жұқпаның әсері. Бұл кезде неге ер адамдар ауырады? Яғни жыныспен тіркескен рецессивті белгі тек ер адамдар ауырады. Мысалы бізде X және Y оның мына жердегі рецессивті белгі, яғни Y-дегі болады рецессивті белгі арқылы тасымалданады ген. Енді АДГ гипофункциясының нәтижесінде, яғни төмен бөлінуі немесе мүлдем бөлінбеуінің салдарынан адам полидипсия деген ауруға шалдығады. Бұл яғни антидиуретикалық гормон секрециялануының азаю нәтижесінде адам шөлдей береді және көп мөлшерде суды қабылдайды. Және полиурия деген ауру бұл зарды көп мөлшерде сыртқа шығарады. Енді біз сіздермен бүгін гиперфункциясы туралы айтамыз. Вазопрессиния, яғни гиперфункциясының салдары ненің салдарынан болады? Яғни ісік, жұқпа, жүйке жүйесінің бұзылуынан туындайды және АДГ-ның артық секрециялануы, яғни көп бөлінуінен пайда болады. Гиперфункция мысалында Пархон синдромы. Пархон синдромының негізгі белгілері, яғни ол кезде осмостық қысым жоғарылағандықтан гипонатремия пайда болып, артық су денеде қалып қояды. Бөлінетін зәр азаяды, дер кезінде емделмесе ми ісігі пайда болады және салмақтың көп бөлігі судан тұрады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.